сұхбаттасуға ниеттеніп ықыластанып жүр едік. Міне бүгін сәті түсіп Түркістанның топырағында кездесіп отырмыз. Сіз өзіңізді таныстырып, содан соң біздің сұрақтарымызға жауап беріп, өзіңіз білетін тарихи деректерді бөліссеңіз деген тілегіміз бар. Сендерге бұл сұрақ кезінде советтік кезде Адайский Советский Республика деген болғанын білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Адай уезі болғанын білеміз. Жоқ, Адайский Советский Республика болғанын білесіңдер ме? Жоқ, оны естімедік. Оны білмейді екенбіз. Тарихта сондай республика болған. 1936 жылы Сталин Москваға Адай Республикасының хатшысын, Совминнің председателін 5-6 адамды шақырады. Самолетпен түскенде бірден жаңағы қамауға алып, Адай Республикасы 36 жыл таратып жіберді ғой. Соны тарихтың үш жерде жазбаған. 1986 жылында Горбачевтың кезі жарияланғанда мындай әңгіме шықты ғой. Сол кезде орталық партия комитеті протокол заседаний политбюро ЦК КПСС деген жаңағы сборник шығарып тұрды ай сайын. Сол 20 жылдардан басқа шығарған соның бәрін протоколдарын пленумдардың, содан жаңағы политбюро заседаниесінің сол неде 11-12 жылында 88 жылы осы Адай Республика туралы сонда түгел жазылған. Сонда бірінші рет бұрын былай әңгіме қылған естіген, бірақ бірінші рет сонда официально Адай Республика болғанын сонда білдім. Адайский Советский Республика деген атағы бар. Соны қазір біздің тарихшылар ешқасы айтпайды, жазбайды, ешқай зерттемей ме білмеймін. Сол зерттейтін адам болса, өте дұрыс болар еді. Адайдың тарихының ең ақтаңдағы сол болып отыр, жасыратын жоқ. Енді менің аты жөнім Москау Ноқрабеков. Өзім бір жағы журналистпін, бір жағы заңгермін, бір жағы мәдениет қызметкерімін. Бұрынғы партияның кезінде бүткіл системада жұмыс істедім. Комсомол, партия, совет, профсоюз. Одан кейін мәдениет басқармасын басқардым облыста. 10 жылдай құрылыс тресін басқардым. Строительный управление трес, ремонт строительный трес дегенде. Инженер құрылысшы деген мамандығым бар. Содан сәуелсіз кезінде қайтадан не дейші мемлекеттік қызметкер болдық. Облыс әкімшілігін істедім. Алмазбекті шанып келді де бәрімізді бір күнде жұмыстан босатып жіберген. Содан 5 жылдай ішкі істер бөлімінде майдың замы болып істедім. Соны 2000 жылы қайтадан мемлекеттік қызметкер, саясат басқарма бастығының орынбасары болдым. Содан 2007 жылдан, одан кейін 2 жыл аудандық газеттің редакторы болдым, 3 жыл аудандық газеттің редакторы болдым. Одан кейін 2007-ден 2010-ға дейін Жамбыл облысында мемлекеттік тілді оқыту орталығының директоры болып қызмет істеген.